Өзіміздің балдарымыз бар, олар да бокспен айналысады. Енді солар әкелері өсіп бокстасып жүргесін, олар да қызығып спортқа келсін деп, сондай мотивация ғой. Өсіп жатқан жастар сонда спортқа баулуда бір жағынан қарап отырсаң. Қазіргі мына Қазақстанда күресте неден халықаралық дәрежеде осындай ардагерлердің арасында жарыстар болып тұр ғой, чемпионат мирге барып келіп жатыр. Сол сияқты мына боксты да уже дамытып жатыр да жаймен. Кеше мына Петропавл қаласында жарыста болғанда, сол жақтың ұйымдастырушылар бұйырса келесі арғы жылдар осындай чемпионат Қазақстан деңгейінде жасаймыз деген сондай өздерінің ойларын айтып отыр да, пікірлерін. Бұйырса соған да келерсіздер деп. Жарысқа кетіп бара жатқан кезде жалпы Марат екеуміз енді бір салмақта кетіп бардық қой, 81 килода. Енді Марат айтып жатыр ғой, Марат та өзі ақ жүректі, ақ көңіл жігіт қой. Жәке финалға шығып жатсақ, мен сізбен шықпаймын, поясты сізге берем деп солай айтты негізі. Ол да Алланың салған несі шығар аузына. Сөйтіп ойламаған жерден финалға шықтық. Ол 2 бой өткізіп отты, мен де 2 бой өткіздім. Сосын финалға шықтық. Содан не керек? Енді просто рингке шығып бокстаспаймыз, просто ағалық неңді сөйтіп айтып беремін сізге деді. Сөйтіп омен ұйымдастырушылар келіскен жоқ. Мынау дейтін біздің жарысымыз шоу, біз шоу көрсету керек. Ол жақта да жаңа қонақтар бар, акиматтан адамдар келеді. Өйтіп снимать етуге болмайды деп бокстасасыздар деді. Нағыз бокстаспайтын болсаңдар басқа адам шығарамыз орныңызға деді. Сосын амал жоқ, бокстасуға тура келді, бокстастық. Бір-бірімізді ондай қатты ұрмағанмен көрермендерге шоу жасадық та. Бірінші қарсыласым Павлодардың жігіті болды. Екінші қарсыласым Қарағандының жігіті болды. Ол Қарағандының жігіті мастер спорт 3 дүркін чемпион екен, сол король рингінің. Енді ол мына король ринг дейтін 5 жылдан бері жалғасып жатқан, мына 5-ші жыл ма екен, сондай. Ол жігіт 3 рет чемпион болған екен. Сол жігітпен шықтым, мықты жігіт. Енді Алланың қалауымен жеңіске жеттік қой. Бапкеріміз Ержан Қайрат көп алғыс айтамыз, соның енді айтқандарымен несімен жеңдік қой. Өзім бала кезден қатыстым, 15 жылдай қатыстым да, оның арасында үзіліс болды, оқыдық, кандидат мастер спорт. Үзіліс болды, жұмыс, анау содан осы 2 жылдай болды, қайта келіп залға осы Қайрат осындай мұнайшылардың арасында, ненің арасында осындай үлкен жігіттерді дайындап отқан, соған келіп қайта қосылдық. Но енді сол жарыстарға шығып осы 1 жылдай ма кетті. Ақтауда болады, Ақжағалылар. Сондай жарыстарға шығып орын алып